Бүгін біз жаңағы сот хатшысы арқылы біздің сенім хаттың жойылмағанын білдік. Сөйтіп жар сөзге келдік. Міне қаншама бет дайындап, қылмыстық істі зерделеп, ана жоғарғы соттағы тұрған видеолардың барлығын қарап, талдап, оған құқықтық баға беру үшін бүгін сөз сөйлеу керек еді, соңғы сөзімізді. Алайда Мейірман мырза бізді көріп, сендер сотта сөйлемейсіңдер, мен бұл жерде барлығын шешемін, жаңағы мына кісілер сөйлейді, сендер сөйлемейсіңдер, тұрмайсыңдар, тыныш отырыңдар. Егер сендер қазір сөйлейтін болсаңдар, жаңағы позор боласыңдар, сот залынан бүткіл ел көріп отыр, шығарып жібереді, бүйтеді, сөйтеді дейді. Соны тыңдамай мен келдім, Нұрболат Ибраев екеуміз басымызды тігіп сотқа кірдік, өзіміздің сөзімізді, соңғы сөзімізді, жәбірленушілердің мүддесін қорғау мақсатында сөйлегіміз келді. Алайда Мейірман ағаларың бізді жаңағы соттан шектету үшін жарыс сөзде өтініш хатты беріп, өзінің атынан, компанияның атынан емес, қайталап айтам, сөйтіп біз шеттетілдік.